Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша оқыту үшін жоғары оқу орындарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау түсуге өтінім беруге арналған нұсқаулық. ЕГОП порталында ЭЦқ немесе бір реттік құпия сөз арқылы авторизациядан өтіңіз. ЕГОП порталының басты бетінде білім қосымша бетін таңдаңыз. Әрі қарай жоғары білім бөлімін таңдау керек. Содан кейін тізімнен жоғары білім беру бағдарламалары бойынша оқыту үшін жоғары оқу орындарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау қызметін таңдаңыз. Онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Өтініш беруші туралы мәліметтерді толтырыңыз. Қызмет түрін таңдаңыз. Ұялы телефон нөмірін, электрондық мекен жайды, сондай-ақ өтініш берушінің санатын көрсетіңіз. Білімі туралы мәліметтерді көрсетіңіз. Қай оқу орнының түлегі екеніңізді көрсетіңіз. Сіз шетелдегі оқу орнының түлегі екеніңізді белгілеңіз. Алған біліміңіз туралы мәліметтерді толтырыңыз. Диплом мен диплом қосымшасының электрондық көшірмесін жүктеңіз. Әрі қарай батырмасын басыңыз. Төлем түрін таңдаңыз. Грант туралы келесі мәліметтерді енгізіңіз. Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі және атауы, жоғары оқу орнының атауы, оқыту нысаны. Жергілікті бюджет есебінен білім беру грантын тағайындау туралы электрондық куәлікті жүктеп алыңыз. Оқыту тілін таңдаңыз. .075 медициналық анықтаманың электрондық көшірмесін жүктеңіз. Электрондық құжат нысанындағы 3:4 мөлшеріндегі цифрлық фотоны тіркеңіз. Қажет болған жағдайда ЖЖО-КБО тестілеу нәтижесін және қосымша құжатты жүктеңіз. Жеткізілетін деректердің дұрыстығы үшін құқықтық жауапкершілік туралы бөлімдерді белгілеңіз және қызмет көрсету үшін сыртқы жүйелерден алынған дербес деректерді пайдалануға келісім беріңіз. Әрі қарай батырмасын басыңыз. ЭЦқ немесе бір реттік құпия сөз арқылы сұранымға қол қойыңыз. Ол үшін сіздің телефон нөміріңіз мобильді азаматтар базасында тіркелуі тиіс.